тахетағанати. Я тақсатағанати. Мен видео шығармадым. Видео шығармай кетті. 2 апта болды ғой. Қол демет. Видеоға. Сосын шықпады. Видеоға идея таппадым. Сақтықпен есікке жақындадым. Бірақ көшеден көрген сәтте тізем дірілдеп кетті. Қараюдың дәу басы дәл есіктің алдында тұр екен. Қан қызыл көздері шошына қарап жүр. Бет әлпетті тану сәтсіз аяқталды. Электронды құлып қайталай берді. Кенеттен дәлізді жаңғырған қорқынышты ақырған дауыс естілді. Тіпті оның ырылдағанынан есікті шалмаған ашуын сезіп тұрдым. Ал менің темір есігім аюдың соққысынан майысып кете бастады. Мен дереу шкафтың ішіне тығылып, сырттағы дыбыстарды тыңдадым. Бірақ бір кезде электронды құлыптың үні өзгерді. Бет әлпет танылды. Қош келдіңіз. Шкафтың ішінде тығылып, қорыққанымнан дем алуға да батылым жетпеді. Өйткені қараюдың үйіме кіріп кеткенін анық білдім. Үстелдің үстіндегі заттар дірілдеп қозғала бастады. Қонақ бөлмеде ауыр аяқ дыбысы жаңғырып тұрды. Қараю мен іздеп жүрген мама екеуміз спорт жасадық. Мен 100 подписчикке жетсем, айтты. Сен жетсең, мен саған 5 теңге берем дейді да. Ал жете алмасаң, айтпады. Мен ештеңе естіген жоқпын. Сендер де 503-тегі көршімен қосылып жұртты қорқытып жүрсіңдер ме? Жоқ, мен де естідім. Шынымен бір дыбыс болды. Осыны көрген бойда чатқа қайта жаздым. Мен өтірік айтып тұрған жоқпын. Барлығыңыз есікпен терезелерді құлыптап алыңыздар. Қараю шынымен келді. Осы хабарламадан кейін чат бірден төгіліп кетті. Барлығы мен тұратын пәтердің жағдайын сұрай бастады. Мен олардан жаңағайды көрмегендерін сұрадым. Өйткені ол маған келетінін айтқан, бірақ қазір хабарламаларыма жауап бермей жатыр. Әркім әртүрлі пікір айтты, бірақ ешкім жаңағаймен байланыса алмады. Мен ойымда тұрғанда қонақ бөлмедегі аяқ дыбыстары маған қарай жақындай түсті. Қараю мені тауып қойды ма? Аузымды бар күшімен жауып алып, тынысымның тынысы шығып кетпесін деп қорықтым. Кенет шкафтың сыртынан біреудің ақырын тыныс тартқаны естілді. Сол кезде есіме түсті. Аюдың иіс сезу қабілеті адамнан әлдеқайда күшті. Мен дыбыс шығармасам да иісім арқылы тауып алады. Тыныс алған дыбыс барған сайын жақындай берді. Тіпті менен 1 метр ғана жерде тұрғандай сезілді. Дыбысына қарағанда тоғасын ашқан сияқты. Ішімнен тереңде қалдым. Банка бал қалыпты. Бір кезде металл заттың жерге құлағаны естілді. Артынша әлгі тыныс алған дыбыс қайтадан жақындады. Бір мезетте шкафтың есігі тырналған дыбыс шыға бастады. Көзімді тарс жұмдым. Шкафтың сыртындағы қараюмен бетпе-бет келуге батылым жетпеді. Дәл сол кезде дәлізден жеңіл аяқ дыбысы естілді. Қараю да соны байқап, сыртқа қарай асыға жөнелді. Кім болды екен? Дереу телефонымды алып чаттағы хабарламаларды қарай бастадым. Барлығы жауап жазып жатыр. Ендеше сыртта жүрген адам кім? Сағатқа көзім түсті. Қазір сабақтан қайтатын уақыт қой. Дәлістен кішкентай қыздың әндеткен дауысы естілді. Бей-бей, 601-ші пәтердегі кішкентай қыз. Мектептен қайтқан сайын мені көрсе қуанып амандасатын. Қараю да оның дауысын естіп соған қарай бұрылды. Егер дәл қазір шықпасам, Бей-бей міндетті түрде қаза табады. Шкафтың есігін ақырын ғана ашып саңлаудан сыртқа қарадым. Қараюдың бар назары есік жаққа ауған екен. Сол сәтте ойыма бір жоспар келді. 501-ші пәтердің есігі әлі ашық тұрған еді, бірақ бұл өте қауіпті болатын. Мүмкіндік бір-ақ рет беріледі. Аяқтарым қалтырап тұрды. Ал дәліздегі аяқ дыбысы жақындай берді. Демім ішіне тартып шкафтан шықтым. Еш дыбыс шығармай қараюдың есігіне қарай жақындадым. Бей-бей көрінген сәтте екеуміз де бір уақытта қозғалып кеттік. Қыз қараюды көрген бойда қатып қалды. Дәл сол мезетте жүгіріп барып, оны құшағыма қысып алдым. Жүгірген екпінмен екеуміз 501-ші пәтердің ішіне кіріп кеттік. Қараю мұндай әрекетті күтпеген керек. Ашуға булығып, бізге қарай ұмтылды. Мен дереу есікті тарс жауып, арқаммен тіреп тұрдым. Демім үзіліп, әрең тыныстап тұрдым. Сол сәттің қаншалықты қауіпті болғанын кейін ғана түсіндім. Аяғымның үлкен жері сытырлып кеткен екен. Бей-бейді тыныштандыруға тырыстым, бірақ дәл сол кезде сырттан тағы да есікті соққан дыбыстар естілді. Қараю барған сайын қатты тұра бастады. Үмітім үзіле бастағанда телефон шырылдап қоя берді. Көшеден қарасам, подъездің домофоны шырылдап тұр екен. Бірақ келесі сәтте бөлмеден шыққан дауыс денемді мұздатты. Қызым, мен жаңағаймын. Үйіңе бір нәрсе әкелдім. Есікті аша қойшы. Жаңағай шынымен келген екен. Ал қараю телефонды көтеріп адамша сөйлеп тұр.
тура адамға еліктеп тұрғандай құлағыма сенбедім. Сонда қараю жаңағайдың сөзін түсінгені ме? Телефонды қойғаннан кейін ол төменге қарай түсіп кетті. Мен бірден Жан ағайға бейне қоңырау шалдым. Бөлменің ішінде қорқынышпен күтіп отырдым. Біраз уақыттан кейін ғана оның жүзі экраннан көрінді. Қызым, амансың ба? Үйің неге сонша қараңғы? Жаңағай, менің үйіме қараю кірді. Сізге сену қиын екенін білемін, бірақ ол дәл қазір төменге түсіп бара жатыр. Тез қашыңыз, әйтпесе. Сөзімді аяқтап үлгермедім. Төменгі қабаттағы домофонның ашылған дыбысы естілді. Жаңағы есікті ашқанға дейін жайдары жүзбен сөйлеп тұрған еді. Бірақ есік ашылған сәтте оның жүзі қорқыныштан өзгеріп кетті. Тағы бір жантүршігерлік айқай естілді. Сол мезетте бейне қоңырау үзіліп қалды. Ішіме ауа жетпей кеткендей болды. Есікті ашып баспалдаққа қарай айқайладым. Мен осындамын. Мені жегім келсе жоғары шық. Қатты қорықсам да қараюды өзіме қарай тартқым келді. Сонда ол Жан ағайға қатты шабуылдай алмайды. Қараюдың ақырған дауысы бүкіл подъезді жаңғыртты. Қасымдағы бейбей қорыққаннан бүрісіп отыр екен. Менің әрекетім қараюдың назарын аударғанмен ол уақытша ғана шешім еді. Батылданып бөлмеден шықтым. Бейбейге ешкімге есік ашпа деп ескерттім. Өзім жоғары қарай жүгіріп кеттім. Енді қараюды соңымнан ертіп, өзім төмен түсер басқа жолға шығуым керек еді. Өйткені бұл тұрғын үй негізгі баспалдақтан бөлек өртке арналған қосымша баспалдақ бар болатын. Бірақ аяғымның жарасы жоғары көтерілуге мұрша бермеді. Әзер дегенде ақсап бірнеше қабатқа көтерілдім. Ауырсынғаным сонша есімнен танып қала жаздадым. Артыма бұрылып қарасам, қараю дәл артымда тұр екен. Көзіміз түйіскен сәтте ол аузын айқара ашып ырсиып тұрғандай көрінді. Мен үмітімді үзіп көзімді жұмдым. Көзімді ашсам, полиция қызметкерлері қараюды ұйықтататын дәрімен атып үлгеріпті. Қараю қозғала алмай қалды, ал мен аман-есен құтылдым. Кейін бәрін білдім. Жаңағай қараюды көрген сәтте-ақ өзін өлі адам сияқты жерге тастап қимылдамай жатқан екен. Ал менің айқайым қараюдың назарын өзіме аударыпты. Ұсталған қараю жұртты бірден таныды. Бұл бұрын осы маңдағы тауда мекендеген қараю екен. Кезінде тауда тегістеп құрылыс жүргізгенде жұмысшылар қараюдың ақырған дауысын талай рет естіген екен. Мүмкін ол адамдар өз үйін тартып алды деп ойлаған шығар. Кейін қараю хайуанаттар бағына апарып, қауіпсіз жерге орналастырылды. Ал 501 мен 401 пәтердегі тұрғындар қараюды көрген бойда есінен танып қалған екен. Абырой болғанда екеуі де аман қалды. Полиция менен қараю туралы қалай білгенімді сұрағанда, әлгі жұмбақ жазба есіме түсті. Бірақ телефонымнан іздесем, ол мүлде жоқ болып кеткен екен. Сірә мен болашақты өзгерткен шығармын. Мүмкін әлгі жазба тағдырдың өзі жіберген белгі болған шығар. Ол мені болашақты өзгертіп, осы қайғылы оқиғаның алдын алсын дегендей еді. Диктатор өткен соң бұл оқиғаны ұмыта бастағанмын. Бір күні хайуанаттар бағына барғанда әлгі қараюды қайта көрдім. Бұл жолы бұл бұрынғыдай қаһарлы емес еді. Көзінен бір түрлі тыныштық байқалды. Бірақ мені таныған сәтте көзін тайдырмай ұзақ қарап тұрды. Сол күні барлық әрекеті еріксіз есіме түсті. Сонда ол шынымен жай ғана қарапайым қараю болғаны ма? Ажырасқаннан кейін мен қызыммен бірге туған ауылыма оралып, ескі үйді жөндеумен айналысатын блогер болдым. Бірақ күтпеген жерден ақыр заман басталып, зомби індеті тарады. Өзім жөндеген ескі үй қызым екеуміз үшін ақыр замандағы қамалға айналды. Зомби вирусы тарай бастағанда мен жаңа ғана сатып алған шошқа етінің жартушасын турайтын тақтайға әрең көтеріп жатқан едім. Қызым Яя екеуміздің туған үйге оралғанымызға және блогер болғанымызға 3 ай болған еді. Біз қалада тұратынбыз. 3 адамнан тұратын отбасымыз бар еді. Бірақ енем мен күйеуімнің тұрмыс құрмаған некесі бала деген қарындасы соңғы бізбен бірге көшіп келгенде дастарханға пісірілген тауық етін қойып, ас үйге басқа тағамдарды қоруға кірдім. Ас үйге кіре бергенімде Яяның жантүршігерлік айқайын естідім. Қорқып жүгіріп шықсам, енем ухипан Яяның құлағынан тартып тұр екен. Сен қандай тойымсыз қызсың, тауықтың сирағын саған арналмаған. Ашуланып барып, үстелді аударып жіберді. Тамақты мен сатып алдым, мен дайындадым. Қызым жегісі келсе жейді. Балконда телефонмен сөйлесіп тұрған күйеуім сонши шуды естіп, 4 күн болды. Видеоның жалғасын салайын ба, салмайын ба айтыңыздар. Сал десем, маған осындай ақылсыз келін кезікті. Зомби сөзге араласты. Егер менің келгеніме ашулансаң, ашық айт, бірақ оны қорлаудың қажеті не бар?
Сонши Яяның неге жылағанын да сұрамастан мені бірден шапалақпен ұрды. Анам, мен қалайша бұлай істейсің? Мен де жауап ретінде ұрғым келді. Бірақ оқиға мені итеріп жіберді. Қыз туып алып әлі де сөйлейсің бе? Соншиден ажырасып, орныңды Сонбиге бер. Оның сөздері мені есеңгіретіп тастады. Не дедіңіз? Мен асырамды қызбын. Соншимен қандық туыстығымыз да жоқ. Осындай керемет адам саған үйленгеніне де шүкір деудің орнына оған ұл туып та бермедің. Ештеңе етпейді. Мен оған бала туып бердім. Яя дүниеге келгеннен кейін енем қыз туғаныма наразы болып көмектесуден бас тартқан еді. Ол Соншиді мені қайтадан жүкті болуға мәжбүрлеуге үгіттейтін. Күйеуім екінші бала туралы жиі айтатын, бірақ мен келіспейтінмін. Кейін ол бұл тақырыпты қозғамай қойды. Мен түсінді деп ойладым. Бірақ шын мәнінде Сонби одан жүкті болып қалған екен. Сендер өздерің қандай жеркенішсіңдер? Әулеттің ұрпағы жалғасуы керек. Сон әулетінің аты өшпейді. Неғұрлым көп тыңдаған сайын ашуым күшейе түсті. Қасымда жатқан қайшын ұстап алып, Соншиге қарай ұмтылдым. Мою, сен ақылыңнан адастың ба? Мұны көрген Ухипан есінен танып қалды. Ал Сонби көмекке шақыру үшін сыртқа жүріп шықты. Уақытылы ауруханаға жеткізілгеннің арқасында Соншидің өмірі сақталды. Ал мені 10 тәулікке қамауға алып 200 юань айыппұл салды. Неге бар болған 200 юань? Біздің шығынымызды кім өтейді? Ол сіздердің келіндеріңіз ғой. Тіпті өтемақы төлесе де ол бәрібір олардың ортақ мүлкі болып қалады. Біз келіспейміз. Сот медициналық сараптама талап етеміз. Және оны қасақана дене жарақатын салған үшін сотқа береміз. Жәбірленуші сараптама талап етіп отыр. Ауруханада татуласу туралы қолхат алып қойғаныңыз дұрыс. Әрине барамын, бірақ кешірім сұрау үшін емес. Қамаудан шыққан күні алдымен үйге бардым. Үйде тек Яя ғана екен. Мені көрген бойда құшағыма жабысып, анашым, қарным ашты. Бет-жүзі бозарып кеткен, киімі кірден түсі көрінбейді. Оны көріп жүрегім ауырды. Яя тамақтап ұйықтап қалғаннан соң ауруханаға бардым. Барлығы Соншидің төсегінің жанында отыр екен. Ажырасамыз, және маған 500 юань төлейсіңдер. Біз саған ақша төлейміз бе? Үй мүлкін бөлуге 500 мың. Жинақ ақшадан 100 мың. Яяның алиментінен 100 мың. Барлығы 500 мың. Дәл солай, элиталық мектеп мұғалімдері бөліміне қатты мән береді. Егер төлемесең, мектептегілердің бәріне шындықты айтамын. Ақырында олар көнді. Ажырасу құжаттарын рәсімдегенде Сонши 500 мың юань барлық алименттің орнына төленді деп жазылды. 500 мың юаньды алып қызым екеуміз туған үйге қайттық. Ата-анам әлдеқашан қайтыс болған. Ескі үй көп жылдар бері бос тұрған. Аулада белден келетін арамшыл өсіп кеткен еді. Бір құрбым үйді жөндеу процесін тікелей эфирде көрсетуді ұсынды. Осылайша қызымның жанында болып, ақша таба алатын едім. Бұрын бұл жер бұзылады деп ойлап, өтемақыдан байып кетемін деп армандағанмын. Бірақ бұзу жұмыстары дәл біздің үйге келгенде тоқтап қалған екен. Нәтижесінде тек біздің үймен арттағы бос лашық қана қалыпты. Алдымен бір бөлмені тазалап тұруға шарам береттім, жөндеуді бастады. Біздің ауламыз 100 шаршы метрден асады. Барлық жерді арамшөп басып кеткен. Аулада қисық өскен інжір, шапталы және помело Видеоның жалғасында саламын. сондай-ақ бұрыннан Сен ол пайдаланылмай қалған демалыстан құдық қойын. болатын. Екінші жасы шығатын болады. Бірден Яқпарден нені кеп алған десеңдер, желісі жарамсыз болып қалғандықтан не ойнадым, өзім сол көп жерде көріп айттым. батареяларын, розеткалар мен жарықшақтарын орнаттым. Ақша үнемдеу үшін жөндеу жұмыстарын түгел өзім жасадым. Жазушылардың кеңесімен аулаға шағын бассейн, Скин көкал берді. және көкөніс егетін бақша Короче, жасадым. біріске Аула саттым. дайын болған соң Давайте видео эфирлердің аяқтайық. бұрынғыдан да көп Емес адам енді бастады. екінші жасы шығады. Жалғызбасты Давайте. ана екенімді